Сабақ, сәлем балалар, сабақты бастаудың алдын каналға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпайық. Және түсінбеген тапсырмаларың болса, комментарияға жазып сұрай берулеріңе болады. Мен тапсырмалардың жауаптарын ауызша айтып кетемін, сендер сол тапсырмаларды дәптерлеріңе жазып алсаңдар болады. Және де түсінбей қалған жерлерің болса, комментарияға жазып кетейік. Келесі видеода міндетті түрде шығаратын боламын. В дыбысы. 20-шы мәтін. Ді оқы. Велосипед сөзі жалаяқ деген ұғымды білдіреді. Оның түрлері өте көп. Автомобильдің жүк салғышына сыйып кететін шағын немесе жиналмалы велосипедтер бар. Оларды жолаушылар өзімен бірге трамвай, автобусқа алып кіре береді. Велосипед қоршаған ортаға қауіпті емес. Велосипед тебу аяқ бұлшық еттерін жаттықтырып, сені шымыр қылады. Сондықтан оны басты көлігің ретінде таңдауың экологияның жақсаруына қосқан үлесің болып саналады. Мәтін не туралы? Мәтін велосипед туралы. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастырыңдар. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастыратын болсақ, велосипед қандай көлік? Велосипед сөзі қандай мағына береді? Велосипедтің қандай түрлері бар? Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастырдық. Енді мәтіндегі В дыбысы бар сөздерді тауып, бұл дыбыстың айтылу ерекшелігін байқа. Мәтіндегі В дыбысы бар сөздер велосипед, автомобиль, трамвай, автобус және тағы басқалары. Велосипед пайдалы көлік тақырыбында өз ойыңмен бөліс. Велосипед өте пайдалы көліктердің біреуі, ол өзінен газ немесе басқа заттарды, улы заттарды шығармайды. Велосипед ешқандай жанармайсыз жүретін көліктердің біреуі. Оның түрлері спорттық велосипедтер, жиналмалы велосипедтер және балаларға арналған велосипедтер, ересектерге арналған велосипедтер бар. В ұяң дауыссыз дыбыс. Ол сөздің барлық буынында келе береді. Вагон, автобус, паровоз, Асқаров. 21-ші тапсырма мәтіннен В әрпі бар сөздерді теріп жазып, оларға дыбыстық талдау жаса. Көп нүктенің орнына тиісті әріптерді қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Мен мектепке автобуспен барамын. Қыздар волейбол ойнады. Ұлдар футбол ойнады. Олар вальс биледі. Шығармашылық үзіліс, ойлан тап. Жоғарыдағы берілген велосипедтің суретіндегі үшбұрыш пен дөңгелек санын анықта. Велосипед суретіндегі тірек сөздермен сипаттау мәтінін құрастыр. Бұл жердегі велосипедте екі дөңгелек бар және бір үшбұрыш бар. Велосипедтің көлемі өте үлкен болатын болса, ол ересектерге арналған велосипед болады, және велосипедтің түрлері көп, олар үлкендерге арналған, балаларға арналған және жиналмалы велосипед, спорттық велосипедтер болып, оның түрлері өте көп болып кете береді. Велосипедтің пайдасы адам аяқ бұлшық еттеріне өте пайдалы, аяқ бұлшық еттерін жақсы шынықтырып, шымырлатады. Және де ол велосипед өзінен ешқандай да газ шығармайды. Велосипедті тек аяқпен теуіп жүрсе болғаны. Осымен балалар, бүгінгі біздің 24-ші сабағымыз өз соңына жетті. Сабақтағы тақырыптардың түсінбей қалған жерлерің болса, комментарияға жазып кетеміз. Мен келесі сабақта міндетті түрде шығаратын боламын.